Сәлем достар, жануарлар шындығы каналына қош келдіңіздер. Сіз әлемдегі ең батыл жануар арыстан немесе қасқыр деп ойлайсыз ба? Қателесесіз. Бүгін мен сіздерге ештеңеден қорықпайтын, тіпті өлімнің өзіне тік қарайтын нағыз жынды батыр туралы айтамын. Ол Африканың азулы арыстандарын қашырып, ең улы жыландарды таңғы ас ретінде жейтін бал борсығы, яғни медоед. Бірақ тоқтай тұрыңыз. Борсық десе, біздің қазақ даласының бақша кезген, майы алтыннан қымбат киелі борсығын қалай ұмытамыз? Бірі ештеңеден тайынбайтын салқынқанды киелер болса, екіншісі мыңда бір ауруға ем сыйлайтын нағыз тірі дәріхана. Бүгінгі шығарылымда медоедтің оқ өтпейтін терісі мен арыстанмен жекпе-жегінің құпиясы не? Неліктен ауылдағы борсықтың майы өкпе ауруларына бірден-бір ем? Және бұл жануарлардың иісі неге қара топыраққа ұқсайды? Егер сіз жануарлар әлемінің ең қорқынышты әрі ең пайдалы шындықтарын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Ал бастаймыз. Тіпті арыстандардың өздері бұл кішкентай мақұлықты көргенде жол беруге тырысады. Ол үшін қорыққан деген сөз жоқ. Ол өлімнен қорықпайды, ол ауруды да сезбейді, және ол ешқашан артқа шегінбейді. Гиннестің рекордтар кітабына әлемдегі ең қорықпайтын жануар болып енген. Бал борсығының терісі нағыз сауыт, оның қалыңдығы 6 сантиметрге дейін жетеді, және ол сондай серпімді. Егер оны арыстан тістеп алса, борсық өз терісінің ішінде айналып кетіп, қарсы шабуыл алады. Оның терісіне араның инесі, тіпті өткір пышақ та оңайлықпен өтпейді. Уға қарсы табиғи иммунитеті бар. Медоед жылан аулаудың шебері. Ол әлемдегі ең улы кобралар мен қара мамбаларды жей береді. Егер улы жылан оны шағып алса, борсық өліп қалмайды. Ол жай ғана бірнеше сағатқа есінен танып қалады. Ал оянған соң, ештеңе болмағандай әлгі жыланды жеуді жалғастырады. Оның ағзасы кез келген уды бейтараптандыра алады. Медоедтің психологиясы қарапайым. Егер жау болса, оған шабуыл жасау керек. Ал өзінен 10 есе үлкен леопардтарға, буйволдарға, тіпті арыстандар тобына жалғыз шапқан жағдайларға тіркелген. Ол шегінуді білмейді. Егер ол бір нәрсені мақсат етсе, оны міндетті түрде жетеді. Бұл жануар тек батыр емес, сонымен қатар өте ақылды. Тұтқындағы бал борсықтары есіктің құлпын ашуды, тастар мен таяқтарды баспалдақ ретінде пайдаланып, қоршаудан шығып кетуді өздігінен үйренген. Олар құрал сайманды пайдалана алатын санаулы жануарлардың бірі. Біздің Қазақстанның табиғатында дәл осы бал борсығы кездеспесе де, оның жақын туысы кәдімгі борсық пен сасық күзеңдер мекендейді. Олардың да мінезі оңай емес. Қазақ аңшылары борсықтың өте сақ, айлакер екенін жақсы біледі. Бірақ Африкадағы туысы сияқты жынды батылдық тек медоедке ғана тән. Сену қиын, бірақ борсық жәндіктер мен аңдардың ішіндегі ең тазасы. Оның іні әрқашан тап-таза болады. Ол өз інінің ішіне ешқашан дәрет сындырмайды. Ол үшін арнайы сырттан әжетхана қазады. Және әр көктем мен күзде ініндегі ескі шөп шалаңды шығарып, жаңасын төсейді. Борсық нағыз тұрман, ол таңдап жейді. Бақшаға шабуыл жасайды. Ол бақшадан қауын, қарбыз, жүгері, тіпті піскен қызанақты өте жақсы көреді. Әсіресе тәтті қауын піскенде ауылдағы бақшаларға түсуді әдетке айналдырады. Ол тек көкөніс емес, сонымен қатар балдырларды, тамырларды жейді. Оның асқазаны өте таза, өйткені ол өлексе сасыған ет жемейді. Борсықтың майы мыңда бір ауруға ем. Қазақ емшілігінде борсық майының орны бөлек. Неге ол соншалықты пайдалы? Борсық күзде қысқы
қысқы ұйқыға жатар алдында денесіне ең пайдалы витаминдер мен биологиялық белсенді заттарды жинайды. Өкпе аурулары, құрт ауруы, бронхит, туберкулез, пневмония немесе ұзаққа созылған жөтелге бірден бір ем деседі. Достар, борсықтың майы алтын деп бағалауымыздың себебі оның құрамындағы омега қышқылдары мен дәрумендер жиынтығында екен. Бірақ есіңізде болсын, бұл дәрі емес, көмекші құрал. Сондықтан ауырған жағдайда алдымен дәрігермен кеңесіп, содан кейін ғана халық емін қолданған абзал. Саулығыңыз өз қолыңызда. Борсықтың майы иммунитетті нығайтады. Енді борсықтың иісі туралы шындыққа келейік. Борсықтың өзіне тән иісі бар. Ол сасық деп аталғанымен, ол күзең сияқты жағымсыз иіс емес. Көбінесе бұл дымқыл жердің, қара топырақтың және жусанның иісі. Өйткені ол өмірінің 70%-ын жер астында өткізеді. Сондықтан одан нағыз даланың иісі шығып тұрады. Борсықтың індері бірнеше қабаттан тұрады. Кейбір індердің жүздеген жылдық тарихы бар. Оның атасынан баласына мұра болып қалатын қалашық десе де болады. Бір інде бірнеше отбасы тұруы мүмкін. Қазақстанның суық аймақтарында борсықтар қарашадан наурызға дейін ұйқыға кетеді. Бұл кезде олар тек жинаған майының арқасында тірі тұрады. Күндіз інінде ұйықтап, түнде ғана бақша аралауға шығады. Сондықтан оны көру өте қиын. Медайыт бір ғана бала туады және оны 1,5 жасқа дейін анасы ғана тәрбиелейді. Олар үнемі баласын тастамай өмірге бейімдейді. Тұрақты үңгірі жоқ. Оны басқа жануарлардан тартып алады. Және өз баласын қорғау үшін індерін жиі ауыстырады. Көптеген жабайы аңдар жыл сайын серігін өзгертсе, борсықтар нағыз адал жандар. Олар көбіне өмірлік жұп құрайды. Бір рет жұпталған соң, олар көптеген жылдар бойы бір інде тұрып, бірге ұрпақ өрбітеді. Олардың отбасылық құндылықтары өте жоғары. Бұл табиғаттың ең үлкен жұмбақтарының бірі. Борсықтар жазда немесе күзде шағылсады. Бірақ ұрғашы борсықтың ағзасы ерекше, ұрық бірден дамымай, бірнеше ай бойы ұйқыда тұрады. Бұл не үшін керек? Борсық балалары тек көктемде, күн жылынып, тамақ көбейгенде дүниеге келуі тиіс. Сондықтан ағза жүктілікті күзден көктемге дейін күту режиміне қойып қояды. Борсықтар жалғыз тұрғанды ұнатпайды. Олар үлкен отбасылық топтармен өмір сүреді. Бірінде ата-анасы, биылғы туған балалары және өткен жылғы бой жеткен балалары бірге тұра береді. Олардың індері нағыз жер асты сарайы. Онда ондаған кіретін есіп, желдеткіш тесіктер және жеке-жеке жатын бөлмелер болады. Кейбір індердің тереңдігі 5 метрге дейін барады. Көктемде наурыз-сәуір айларында 2-ден 6-ға дейін соқыр дәрменсіз борсықтар дүниеге келеді. Анасы оларды 3 ай бойы тек сүтпен емізеді. Жас шыға бере әкесі мен шешесі балаларын іннен шығарып, аң аулауға, жер қазуға және таза тамақ таңдауға үйрете бастайды. Ең қызығы, ересек борсықтар балаларына ойнайтын арнайы алаңқайлар дайындайды. Кішкентай борсықтар бір-бірімен алысып, күресіп, өмір сүруді дағдыланады. Борсық балаларына ең бірінші үйрететін нәрсе ол тазалық. Олар інді ластамауды, ескі шөпті шығарып тастауды кішкентай кезінен үйренеді. Егер бір баласы тәртіп бұзса, анасы оны жазалап, іннен қуып шығуы да мүмкін. Достар, видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеле кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.